Таңғы хабарда актриса, Қазақстанның халық әртісі Гүлжан Аспетова. Гүлжан ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Мінекей керемет көңіл күймен. Ой, біздің әңгімеміз бүгін ұзағынан болай деп тұрған сияқты, көріп отырсыздар, ауыз толтырып айтатын жаңалықтарыңыз көп сияқты. Енді сізге біздің әдеттегідей сұрағымыз дәстүрлі. Құтты болсынды қазір жауап барысында айтатын сияқтымыз. Құтты болсын айтатын бағдарлама болайын деп отыр бүгін негізі. Негізі әртістері қауымы ерте ояна ма, әлде ұйқыны жақсы көре ма? Содан бастасақ. Енді ол жасқа байланысты. Соған қарағанда сіз ерте оянатын сияқтысыз ғой? Мен өте ерте оянам, ертең-ерте тұрып дұға оқып, Алладан тілек тілеймін. Сосын бір шыны шайымды ішіп, қайта жатып дем алам. Сосын барып тұрып жұмысқа кірісем. Енді Самғау деген фестивальға қатысып көріп отырмыз. Алған әсеріңізбен бөлісіп өтсеңіз, алдымен әсерімен. Интрига ретінде сақтап отырайық, не үшін екен, соңына қарай көрсетіп отырмыз. Ол енді еңбек қой жан. Астананың 20 жылдығына фестиваль, халықаралық фестиваль, әлем фестивалін өткізіп жатырмыз қазір. Фестивальдан фестиваль, енді халықаралық фестивальға біздің театрдан, Қуанышбаев атындағы театрдан «Қымбатты Памела» деген спектакльмен қатысып, сол жерден әйелдің рөлін сомдаған бас жүлдесін маған беріпті соны. Құттықтаймыз, мінекей көріп отырсыздар, Гүлжан Аспетова үздік әйел адам бейнесі. Бұл енді сіз үшін бірінші және соңғы жүлдеңіз емес, үйреншікті болып кеткен шығар. Қауіпті жағдай шығар. Үйреншікті емес, енді мен өзім көп қатыса бермеймін. Орнымен, анда-санда. Бірақ қатысам, дәл бас жүлделерді алып кетеді дейсіз ғой? Ол комиссияға да байланысты. Енді комиссия әділ болса, міндетті түрде Гүлжан ханым жеңеді. Әрине, солардың әділдігіне байланысты. Қандай театрлар қатысты, Қалеке театрынан бөлек? Және көп қатысты. Өзіміздің 3 театр қатысты. Орыс театры, біздің театр, жастар театры, Сербиядан келді, Қырғызстаннан келді, Өзбекстаннан келді, Татарстаннан келді. Тағы осындай халықаралық. Сіздің алғаш қатысуыңыз ғой фестивальге, әлде үнемі қатысып отырасыз өзі? Жоқ, мен санда анда-санда қатысам. Мен баяғыда 2008 жылдар ма Нұрмұхан Жантөрин атындағы фестивальға қатыстым. Осындай әйел рөлі үшін басты нені берді маған сыйлығын. Сосын Сәбира апайдың 100 жылдығына Қызылордада қатыстым. Онда Сәбира апай атындағы жүлдені берді. Бұл жолы «Қымбатты Памела» бұл өзі бір мейірімділікке, шыдамдыққа, сүйіспеншілікке, кешірімділікке, имандылыққа құрылған пьеса. Мұны жүріп атқанына 12 жыл болды. Талай айтатын бәріне Памеланы қатыстырсаңдар, бір фестивальға жылына 3-4 фестиваль өтіреді, ең құрса біреуіне деп Талғатқа рахмет. Теменівке осы жолы Бөлекеңді қатыстырайық деп қатыстырды. Жалпы осы театрға қанша жылыңыздар арнадыңыз? Театрда жұмыс істегеніме 52 жыл болды. Сабақ бердім 30 жыл. Актриса болып жүріп, қатар 30 жыл сабақ бердім. Мұғалім болып, профессормын, білесіңдер. Көп шәкірттер дайындадым. Соңғы жылдары сабақ берді, тоқтаттым. Енді өзім үшін кішкене өмір сүрейін. Актриса болып, драматический актриса болып, ұстаз болып, мен енді бай қоймаспын. Осыған Құдайға шүкір деп тоқтаттым. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермендеріміз хабарласып жатыр. Қайырлы таң. Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Есіміңіз? Гүлжан апайға таныстырып өтіңіз. Айтыңыз. Гүлжан апай, сізді жақсы көреміз. Сізді биылғы ең үздік әйел деген номинацияңызбен құттықтаймын. Және де сізге сұрақ қояйын деп едім. Сізге сіз қандай сүйікті рөлдерде ойнайсыз және ойнағанды жақсы көресіз? Мен енді ол жағынан былай деп қана жауап берем. Менің сүйікті рөлім деп ешқайсысын бөліп жарамайын. Құдайдың бір маған берген бағы шығар. Институтты Тоқпановтың мектебін бітірдім. Қарагөз дипломный рөлім болды. Әзірбайжан ағамда Әуезов театрын басқарып тұрған. Мені өз театрына қабылдап, Қарагөзді дебют қып ойнадым. Қарагөз, Қортқа, Еңлік, Бәтима ханым, Мехмені бану, Электра, қандай үлкен трагедиялық, драмалық рөлдер бар. Соның бәрін
құдайдың берген шығар ойнап шықтым. Мынандай екінші недегі роль не болмаса эпизод ойнаған емеспін. Үлкен салмағы жүгі ауыр, жылайтын, қайғыратын, өлетін, не болмаса үйдің іші бала-шаға толғанайды ойнадым. Енді сондай үлкен Памела, қазір ең соңғы жұмысым Ұлықбек жазып берген пьеса Зериана. Бұл Құнанбайдың анасы, Абайдың әжесі, маған арнайы 70 жылдығыма қарай үлкен пьеса жазылды. Сол Зерені ойнап жатырмын қазір. Жақында сол Зеренің еліне барамыз, Өскемен, Семейді аралаймыз. Абай атаның еліне барамыз, тағзым етеміз. Бұл енді рухани жаңғыруға лайықты дүние ғой деп ойлаймын. Гүлжан ханым, енді жеке өзіңіздің шығармашылығыңыздан хабардар болдық. Тағы да құттықтаймыз. Енді Самғау фестивалінен бір сұрақ болсын. Дәл осы Самғау фестивалі өзіңіз айтып отырсыз, Сербиядан, Қырғызстаннан қаншама театрлар келіп жатыр. Қай театр сізді таңғалдырды, бір жаңалығымен, тың дүниесімен келді? Енді әр театрдың өзінің қазіргі заманға лайықты қойған шығармашылықтары болды. Біреусінікі қызықтау, біреукі солғындау, біреукі артықтау. Бізге бір жаңалық ашқан Фархат деген режиссер болды, Павлодар театрынан келіп, Қарагөзді қойыпты. Өзгеше, мүлде бұрынғы Қарагөзге ұқсамайтын өзгеше режиссерлік жаңаша көзқараспен режиссерский трактовка қойып, сол мені таңғалдырды, қуантты әбден. Көп артистің жұмыстары, көп ұнады. Бұлай мен саған айтайын жаным. Артистің жұмысы мен өзімше түсінуімше ең қиын профессия. Бұл адам өзін ұмытып, 52 жылда қанша адамның тағдырын өзіңнің жүрегіңнен, жаныңнан, тәніңнен, миыңнан өткізіп, халыққа сол адам болып көріну үшін мынаның бәрі өзгереді ғой. Денсаулықта, жүректе, нерві, психология, ми кейде отырып өзіңнің кім екеніңді білмей қаласың. Мен өзім қайда жүрмін, кіммін деп. Сондықтан ол оңай жұмыс емес. Ол өте денсаулыққа, өте көп зияны тиетін жүрекке бәріне жұмыс. Но рух алып шығады бәрінен. Қартайтпай. Ханым, сіз енді 52 жылыңызды театрға арнапсыз. Қандай роль берсе де сізге енді осындай үлкен абыроймен алып шығатыныңызға шүбәміз жоқ, ешқандай осындай үлкен марапаттарға ие бола беріңіз. Рахмет. Астананың 20 жылдығына. Өзіңіз айтып жатсыз ғой, Астананың 20 жылдығына мереке іс-шаралар өте көп. Соның арасында сіз де мінекей жүлделі болып жатсыз. Астананы бір 20 жылдығымен құттықтап өтсеңіз, астаналықтарды, Қазақстан халқын. Мен шын мәнінде енді жасым ұлғайған соң жүрегімде мақтаныш сезім бар, қуаныш сезім бар, рухымды көтеріп тұратын бір елім, жерім деген. Мен өзімнің президентімді жақсы көремін, өзімнің правительствомды жақсы көремін, өзімнің халқымды жақсы көремін, ұлтымды жақсы көремін. Сондықтан патриоттық сезім біздерде үлкен кісілерде өте үлкен ғой. Біз қадір қасиетін білеміз, елдің, жұрттың, халқымыздың, ұлтымыздың. Сондықтан қуанам, қай елде қазір жаңа Астана салынды, айтыңыздаршы, Қазақстанда. Қай елде қанша жыл, 20 жыл, 25 жылдан асып жатыр, өзінің ұлтының бірлігін сақтап отырған президент бар. Ауызбіршілікпен ұстап, тап-тинақтай халықты бір жұмылдырып, осындай соның тыныштықтың арқасында біз осындай фестивальдар өткізіп жатырмыз. Қазір мировой фестиваль басталды. Бүкіл Англиядан, Италиядан, Германиядан, небір шетелдердің бәрінен келіп, қазір үлкен фестиваль өтіп жатыр. Мына народный фестивальдан кейін. Сондықтан қалай мақтанбасқа, мынау Астанамызға қалай мақтанбасқа, қалай қуанбасқа. Қазір түгілі жаңа салынып жатқан кезде, баяғыда мынау судың мына левый беріктен шығалған кезде, жаңа крандарды көріп, салынып жатқан үйлерді көргенде жүрегің толқып, мынау менің елімде не болып жатыр, неткен ғажап деп адамды бір серпіп, көтертіп, рухтандырып тастайды. Тәуба. Рахмет. Гүлжан ханым, сізге көп рахмет айтамыз. Жүлдеңізбен шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Біз де сізбен мақтанамыз. Және сіз Астанамен мақтансаңыз, жастар да Астанамен мақтанады. Рахмет, келіп тұрыңыз, жүлдеңіз көбейе берсін. Және қазақ театры дами берсін. Рахмет сізге. Сау болыңыз.
ұлықбайымыздың әдемі тілегінен кейін Астананың мерейтойына орай бас қалада кешелі бүгін басталып жатқан мерекелік іс-шараларды хабарлай кетсек. Кеше